Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода жасанды интеллект арқылы өз ойыңыздағы суреттерді қалай құрастыруға болатынын көрсететін боламын. Егер де видео қызықтырса, соңына дейін көріңіздер, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жаза кетіңіздер, және де каналыма тіркеле отырыңыздар. Және де жасанды интеллект арқылы кез келген осындай бір суреттерді текст пен дауысты қою арқылы сөйлетуге болады. Егер де бұны үйренгілеріңіз келсе, онда описаниеде тұрған видеоның сілтемесіне өтсеңіздер болады. Ал енді жұмысымызды бастайық. Бізге ол үшін Magic School деп аталатын сайт қажет болады. Бұрын сонда осы сайтпен негізі таныстырған болатынмын барлықтарыңызды, бірақ та обновление болып сурет құрастыруға болатын генератор қосылған екен. Енді қазір мен авторизация дегенге барып, өзімнің Google аккаунтым арқылы кіремін. Сіздер бесплатно регистрация дегенге барып, кәдімгі Google аккаунтпен тіркеле қоясыздар, ешқандай да қиындығы жоқ. Бұл сайт арқылы негізінен 1 минуттың ішінде тест құрастыруға, қамыжы дайындауға болады, және де кез келген тақырыптағы мәтінді де жазып алуға болады. Егер де олардың да жасалу жолын үйренгілеріңіз келсе, онда описаниедегі видеоның сілтемесіне өтсеңіздер болады. Одан да бөлек қаншама жұмыстар жасап алуға болады. Алдағы уақытта оларды да Құдай қаласа көрсетемін. Ал енді ең жоғарысында тұрған генератор изображения дегенге барамыз. Мінекей көрсеңіздер, новинка деп тұр. Яғни обновление болғаннан кейін уже жаңадан қосылған. Енді мына жерде қарасаңыздар, текст в изображении деп тұр. Осында барамыз. Негізі бұл сайт сіздердің интернет жылдамдықтарыңызға қарай жұмыс жасайды. Интернет жақсы болса тез шыға қояды. Енді осы бет ашылғаннан кейін бізге автоматты түрде оң жақтан продолжить как Жадыра деп тұр. Яғни менің Google аккаунтым арқылы жалғастыру керек пе деп сұрап тұр. Осыны басамыз. Одан кейін Sign into continue дегенге барамыз. Осы жерде continue with Google дегенге барамыз. И Google аккаунтымызды белгілеп продолжить дегенді басамыз. Енді мына жерде тағы да қосымша толтыру керек. Фамилия, туған күн деген секілді толтырмай өтіп кетуге болмайды. Өткеннен кейін мынадай қызыл жанып тұрады. Енді не обязательно кәдімгі өзіңіздің аты жөніңізді жазу, кез келген бір атты жаза беріңіздер. Туған күнді де жай толтыра беруге болады. Одан кейін create аккаунт дегенді белгілейміз. Неге Adobe Express деген бізде осыны бет ашылды. Яғни біз осы жерде өзіміздің суретімізді құрастырамыз. Мұнда сол жақ шеттегі ақ төртбұрышты окошканың ішіне біз өзіміз ойлаған суретті бейнелейміз. Яғни ол қала ма, ауыл ма, бір теңіздің үсті ма деген сияқты, неше адам болу керек, оның үстінде қандай киім болу керек, қолында қандай зат болу керек, немесе машина, оның түсі мынадай болу керек, тіпті маркасына жазуға болады деген сияқты. Сондай не ойлап тұрсыз, қандай сурет керек, мысалға мұғалім керек, оның қасында осынша оқушы болу керек, тақта болу керек, бор болу керек, тряпка, бәрін әдемілеп ойымызда не керек, не тұр, соның барлығын осы жерге жазамыз да. Астындағы square деп тұр, 1:1 деп тұр ғой. Осы жерден формат таңдаймыз. 16:9 форматын таңдайық. Одан кейін астыға қарай түссеңіздер, суреттің стилін таңдайтын жер бар. Бұнда автоматты түрде дегенді таңдауға болады. Графика, фото немесе кәдімгі мультяшный стилдегі арт деген сурет таңдауға болады. Барлығын таңдап болғаннан кейін ең астындағы generate батырмасын басамыз. Одан кейін мына кішкентай окошкадан agree деген басамыз да. Кішкене загрузка жүрген күтеміз. Содан кейін бізге 4 сурет дайындап береді. Мінекей маған осындай 4 сурет дайындап берді. Мен қазақ орнаменттерімен машина болу керек, ол қаланың ішінде тұру керек деген осындай таңдау жасағанмын, жазғанмын. Яғни осы төртеуінің қайсысы ұнап тұр, соны белгілеп аламыз да. Ең жоғарысындағы Save to Magic School дегенге барамыз. Одан соң біздің суреттің атауын сұрайды. Кез келген атауды береміз. Save деген, яғни сохранить дегенді басамыз. Сонда мінекей сурет шығады. Оны загрузить деп өзіміздің компьютерімізге жүктеп аламыз.
Құрметті көрермендер, осы орайда сіздерге менің каналыма тіркеліп кетуге кеңес беремін, себебі келесі шығатын видео әдіс тәсілдермен бөлісетін видео болады. Яғни үй тапсырмасын сұрауға, жаңа сабақты қорытындылауға, миға шабуыл жасауға деген секілді жұмыстарға өте ыңғайлы, керекті әдіс тәсіл. Оқушыларға ұнайтынына 100% сенімдімін. Сондықтан сол видеоны көру үшін, мені жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп колокольчикті баса отырыңыздар. Ал егер де дәл осы жасаған жұмысым, видеом ұнаған болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса пікірге жаза кетіңіздер. Достарыңызбен видеоны бөлісе отырыңыздар.